Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыздар. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз Кебатулланың қабырғасын ұстауы нәсіп етсін. Ал ендеше бастадым. Кәсіпкерлерге жарнама үшін заңсыз салық салынып келген. Прокуратура жүргізілген тексеру нәтижесінде кәсіпкерлердің белгілері үшін сыртқы жарнама ретінде салық төлемдерінің барлық жерде алынғаны анықталды. Жарнама туралы заңға сәйкес белгілі салық салынбайды, өйткені ол сыртқы визуалды жарнама болып табылмайды. Мұндай тәжірибе әкімдіктердің физикалдық органдарға жарнама ретінде анықтай отырып белгіні пайдаланатын кәсіпкерлер туралы мәліметтерді ұсыну нәтижесінде қалыптасты. Мысалы, Алматы облысында әкімдік жарнама үшін салық төлеуші ретінде АЖК туралы мәліметтерінде жіберген кезде ғимараттың төбесіндегі дүкеннің белгісі ғана алынды. Сонымен қатар Қызылорда облысында бизнес объектілерінде үгіт материалдарын орналастырғаны үшін 18 кәсіпкерге салықтық төлемінде негізгі есептеу фактісі анықталды. Оларда заңның талаптарына сәйкес салық салуға жатпаған. Жалпы прокуратура 1600-ден астам заңсыз салық салу фактілерін анықтады, делінген бас прокуратура хабарламасында. Бүгінгі прокурорлық қадағалау актілері бойынша 12-ші лауазымында тұлға тәртіпті жауапкершілікке тартылды. 725 бизнес субъектісінің құқықтары қорғалды. 12 миллион теңгеден астам қаражат кәсіпкерлерге қайтарылды. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және бір ғана лайк түймесін басып, сау саламатта болыңыздар.